Сәлем достар, қалайсыздар? Білесіз бе, сізден мықты кәсіпкер шығуы мүмкін. Неге олай дейсіз бе? Өйткені сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, не Қытай көлігін мініп жүрсіз, не осындай көлік алам деп нарықты зерттеп жатсыз. Ал мұндай көлік мінетіндер нағыз тәуекелшілдер, яғни рисктен ризық көріп жүрген азаматтар. Қазақта айтады ғой, тәуекел түбі жел қайық, мінесіңде өтесің дейді. Ендіше сіздерді бүгін мына жел қайықпен таныстырам, ендіше көріңіздер. Chery Tiggo 4 Pro Қытай автопромының өкілі. Нағыз қалаға арналған шағын кроссовер. Тура осы марканың екіншісінен үлкен 8 бен 9-дан кішкентай көлік. Бізге Қытай автопромының өкілі десе, санамызға бірден сапа мен сенімділік елестей ме? Жоқ шығар. Дегенмен, қорытынды шығаруға асықпаңыздар. Дәл қазір мен бұл көліктің ерекшеліктерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін бүге-шүгесіне дейін айтып берем. Достар, сыртқы келбетінен бастайық. Tiggo 4 Pro агрессивті батыл дизайнмен көз тартады. Капотындағы аэродинамикалық сызықтар, алдыңғы жағы үлкен радиатор торымен және жарық диодты фарлармен безендірілген. Көлік осылайша мен қала көшелерінің королімін деп тұрғандай. Бүйір жағындағы өткір сызықтар мен қараңғыланған терезелер спорттық және сәнді әсер береді. Толық комплектациясында дөңгелек дискілерінде, бамперде, есіктің төменгі жағында және салонда қызыл түспен ерекшеленеді. Тура мына көлікті сыртқы жағы хроммен әсемделген. Білесіз бе, бұл көліктің әдемі дизайны тек сән үшін жасалған емес, функционалдық үшін жасалған. Өйткені Chery Tiggo 4 Pro'да 1,5 литрлік қозғалтқыш, турбо қозғалтқыш орнатылған. Онсыз да әлсіз қозғалтқышқа қарсы үрлеген жел кедергі болса, қалай жүреді бұл көлік? Сондықтан бұл жерден қорытынды шығаруымызға болады, көлік жылдам жүру үшін емес, жайлы жүру үшін және жанармай үнемдеу үшін жасалған. Алдында дәстүрлі Макферсон, арты арба сияқты қарапайым балка. Бюджетті көлік үшін бұл плюс деп есептеймін, жөндеуі жеңіл әрі арзан. Айтпақшы, бұл көлікке тек қана алдыңғы жетек орнатылады. 1,5 литрлік көлікке толық жетектің орнатудың өзі әбестік болатын шығар. Оның үстіне қалалық шағын кроссоверге толық жетектің керегі де шамалы. Сонымен күш жағынан Kia Seltos, Hyundai Creta сияқты көліктерге қарағанда бұл әлсіз. Беріліс қорабы да сәл баяу жұмыс істейді, агрессивті жүруге арналмаған. Рулімен тежегіші де орташа деңгейде бапталған. Бұл да жайлы жүру үшін. Chery Tiggo 4 Pro'ның рөлінде отырған кезде өзіңізді кроссоверде отырғандай болып сезінбейсіз. Жүрісі барлығы қарапайым жеңіл көлік, яғни седан сияқты. Газ акселераторы өте жылдам жауап береді, оның үстіне бір жеңіл жүретін сияқты сезімде боласыз. Көліктің интерьері мен үшін өте жақсы әдемі жасалған. Толық комплектацияларында осы сияқты қызыл жіппен қызыл былғары пайдаланылған. Ал мынау батырмаларының барлығы сенсорлы. Бұл енді қаншалықты ыңғайлы екенін айта алмаймын, біраз үйрену керек сияқты. Дегенмен дыбыс қосу алу, өшіру және тоқтау белгілерінің барлығы физикалық батырмаларға орналастырылған. Меніңше өте сапалы көліктердің бірі деп айтуға болады интерьері жағынан. Дегенмен бұл қытайлық көлік екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан бұл былғарысы да, пластиктері де бірнеше жылдан кейін, яғни жылдам тозуы әбден мүмкін. Орталық панельде және де саймандар панелінде екі үлкен монитор орналастырылған, және бұларды басқару өте интуитивті түрде түсінуге мүмкіндік бар. Apple CarPlay және Android Auto бар, бұл үлкен плюс деп есептеймін. Сондай-ақ бұл Қытай көліктерінің негізгі плюстерінің бірін айтайын. Ең төменгі комплектация мен ең жоғарғы комплектациясының арасындағы баға айырмашылығы үлкен емес. Кемі ең көп дегенде миллион теңге,
тіпті бір 700-800 мың теңгеге сіз ең жоғарғы комплектацияны мысалға, бұл көлікте ең жақсы комплектациясында 360 камерасы бар. Оны басқарудың өзі де толықтай түсінікті. Мысалға, міне 3D-ны бассаңыз, көлікті кез келген жағынан толық көруіңізге мүмкіндігіңіз бар. Және де бір жерге шегінгенде немесе алға қарай қатты тақау керек болған кезде көлікті 3D режимде осылай үлкейтіп көруіңізге де болады. Өте ыңғайлы функциялардың бірі, камерасының сапасы жаман емес. Сондай-ақ бұл жерде электронды ручник және автохолд бар. Бұл да Астананың кептелістерінде батырмалардың қажетті функциялардың бірі деп айтуымызға болады. Бұл жерде 2 стакан қойғыш, шынтақ қойғыш, астында біраз зат сият бұның астында. Сымсыз телефонды қуаттау жүйесі бар, электронды ручник және автохолд. Ал ұсақ түйек заттарыңыз мына жерде көзіңізге көрініп, бір атмосфераны бұзбау үшін астына қосымша бөлігі жасалған. Бұл жерге ұсақ түйек заттарыңызды, кілттеріңізді, басқасын саласаңыз болады. 2 стакан қойғыш бар. Және де мына жерде заттарыңызды салу үшін бұл да үлкен жәшік берілген. Ол да баяу ашылып, сізге бір сапаның қандай болу керек екенін көрсетіп тұрғандай болады. Артқы қатары мен үшін өте ыңғайлы. Орын көп, басыңыздың үстінде де, тізеңіздің алдында да біраз жер бар. Дегенмен бұл бюджетті кроссовер екенін ескеруіміз керек. Сондықтан алдында барлығы былғар болғанмен, артында мына жоғары жақтары қарапайым қатты пластик. Алдында 2 зоналы климат бақылау орналастырылған, ал арты алдындағы адамдарға бағынуына тура келеді. Бұл жерде бір USB порт бар және де 2 жолаушы үшін 2 жақтағы орындық жылытқышы бар. Басқа ешқандай бір өзгеріс те, ерекшелік те жоқ деп айта аламын. Қытай көліктерінің тағы бір ерекшелігі емес ау, кемшілігі. Оның ескіргеннен кейінгі бағасы. Бірнеше жылдан кейін бұл бірнеше миллионға арзандап кетуі әбден мүмкін. Жылдап айтпай қойық, мысалға сіз салоннан шыққан кезде оның бағасы сол сәттен бастап арзандай түседі. Мәселен, сіз 10 миллион теңгеге көлікті сатып алдыңыз, салоннан жүріп шықтыңыз, тура сол бағаға сол сәтте сіз оны сата алмайсыз. Ал Toyota, Kia, Hyundai сияқты көліктер жылдар өтсе де өз бағасын сақтап қалады. Бұл жерде ондай мәселе жоқ. Қытай автопромының металл сапасына қатысты да айтар сын бар. Уақыт өте келе бұл жылдам шіреуі мүмкін. Сондықтан ұзақ мінем деп жоспарласаңыз, бірден антикоррозиялық өңдеу жасағаныңыз дұрыс. Оның үстіне мынау бояуының астынан және көліктің астыңғы жағынан шіріктің, таттың пайда болмауын өзіңіз жиі қадағалап тұрғаныңызда дұрыс. Әйтпесе қазіргі уақытта ғаламтордан өзіміз сынып қалды, шірік кетті деген нәрсені көп естіп жүрміз ғой. Абай болу керек. Қорытындылайық. Артықшылықтары: жақсы баға мен сапа қатынасы, қазіргі заманға сай дизайн, Apple CarPlay және Android Auto қолдауы, жанармай өнімділігі. Ал кемшіліктері: қозғалтқыш күші әлсіздеу, металл сапасы мен шіру қаупі жоғары, жылдам тозатын пластиктер, қытайлық брендтердің уақыт өте құнсыздануы. Сонымен, Қытай көлігін алам деп жоспарлап жүрсіз бе? Ешкіммен ақылдаспаңыз. Өйткені Қытай көлігін не үшін аласың? Одан да сол ақшаға Camry 50 алмайсың ба деп айтатын бір досыңыз, туысыңыз, танысыңыз, әріптесіңіз, әйтеуір біреу табылады. Ал дәл қазір қалада жүрген көліктердің, осы Қытай көліктерінің 80-90% несиеге алынған. Неге дейсіз бе? Өйткені бұлардың несиелеу бағдарламалары, шарттары өте ыңғайлы. Ай сайынғы төлемі аз, пайызы аз. Сондықтан қарапайым халық бұл көліктің өзіне емес, алу шарттарына қызығады. Дегенмен сатып алмас бұрын жақсылап ойланып алыңыз. Пікірлеріңізді төменге жазыңыздар. Амандықта жүздесейік.